Ассалаумағалейкум, еміздеген қазақ жұртым. Барлығыңызға мықты денсаулық тілеймін, біріншіден. Екіншіден, мынау менің семьямда болып өткен кішкентай Алланың берген сынағы болған еді, осы жолдасыма. Сол өнімді ішіп, нәтижесі кішкентай болған соң, соны айтып өтуді жөн көрдік, соны айтып берейін. 2013 жылы жолдасым іштен ісік шықты. Ол ісік қуықтың бір жағына жармасты, екінші жағы тоқшекке жармасты, үшінші матке жармасқан. Ошын ішті алған 14 сантиметрден үлкендеу болды жаңа ісіктің размері. Сонан онкологический больницада оны хирургтер кесіп алып тастады. Алып тастағанда оны толық алып тастай алмады, өйткені қуыққа жармасқан ісікті толық ала алмайды екен. Оны қырнап қана алды. Тоқшектікен де солай болды. Тоқшектің бірақ ішіне өтпеген еді ол ісік, сыртынан жармасқан. Алып тастады да 6 рет химия берді бізге. 6 рет химия алып болған соң, ол жердегі хирургтердің айтқаны, бұл бәрібір қайталап өсуі мүмкін, и тоқшектің ішіне өтіп кетуі де мүмкін деді. Сонан 6 химияны алып болған соң, біз 3 ай сайын ОЗИ-ден өтіп тұрдық. Сол 1 жыл өткеннен кейін жаңа ісік қайталап пайда болды. Сонан ол менде ой пайда болды, басқа емді іздеп көрсем бе деген. Сонан осы интернеттен іздеп жатырып, осы Салтанат ханымды тауып алып, Салтанат ханыммен таныстым. Сонан жаңағы кеңес алу үшін Данияр мырзаға жолықтырды мені. Сонан ол кісі де жаңағы тәуекел етіп көруге болады деді мені. Сондай жақсы жолға жетеледі. Сонан мен өнімді алдым. Ол өнімді алып болғаннан кейін бермес бұрын онкологиялық жаңағы хирургтерге де ақылдастым. Олар мен осыны берсем бола ма, қалай болады деп. Енді өз еркіңіз деді. Бірақ барлық несі неге тіреледі деді, операциясыз болмайды деді оны. Тағы өсіп кетті ғой енді ісіктен ол. Сонан мен жаңағы абының екеуін алдым, йодим херттің біреуін алдым. Сонан 5 ай қайталадым. 2 ай жаңағы йодим херт іштім. Екінші айдан кейін спирулин, 3-ші ай спирулин, қайталап 5 рет шықты, қайталап екеуін жаңа не қостық, йодим кепті қостық. Сонан не керек, біз операцияға дайындалып жатқанбыз. Бұл кісіден қан кету басталды. Қан кеткенде әлсірей бастады. Жаңағы қанда енді қан дейтін қан емес, қан сияқты іртік нәрселер түсе бастады. Сонан әлсіреді, гемоглобин түсіп кетті. Ақырында болмаған соң мен жаңа онкологический больницаға апардым бұл кісіні. Сонда олар консилиумға салды. Онда 8 хирург отыр еді. Ағасы деді, бұны кісіні енді біз жасай алмаймыз, бізден қолдан келетін ештеңе жоқ. Бұны үйге алып кете берсеңіз болады деді. Сол кезде дауысыңыз естілмей жатыр дейді. Канцероматоз деген ауру уже бұда бар деді. Барлық жеріне тарқап кеткен деді. Ол канцероматоз деген метастаздың бір түрі, майда бездер болады, ол жан-жағына уже өршіп кеткен. Ләл болса қинамай-ақ, ота жасатпай-ақ алып кете берсеңіз болады деді. Сонан мен сол жерден алып кетерін білмей, алып кетпесін білмей, сонда енді бірге істейтін, бірге оқыған одноклассник жаңағы жолдас істейді, сол хирург, сол онкологическийде. Мен содан өтініш жасадым. Не болса да жаңағы ота жасап көріңдерші дедім. Мен өзім сонда білмедім, өзіме Құдайдың бір берген несі бар ма, сездім осыдан бір қайтап жақсы болып кететініне. Сонда хирургтердің бәрі отказ берді, біз істемейміз деді. Бұл ненің үстіне шыдамайды, кетеді деді. Сонда Аққали деген менімен жасты жігіт бар екен, ол тәуекелде көреміз деді. Сол тілхат жазып бердім. Сонда ота жасады. Отадан кейін шыққан заман мен жаңа хирургке жолықтым да, жаңа
матоз деген ол өте қауіпті ауру. Сол бар жоғын асынбағанын білейін деп мен операцияға шығып жатқан кезінде реанимацияның алдында жолықтым. Ол кісі қуанып шықты. Сіздің айтқаныңыз дұрыс екен, ішінде бір жаңа аурудың несі жоқ, тарамаған деді, ішінің бәрі таза деді, қаным. Өзі қуанып шықты. Сонымен бұл қалай болды енді деп, ол менен сұрайды, мен одан сұрайын, бұл қалай болды жаңағы не деп. Сөйтсем, бұл жаңа абымыз, жаңа ішіп жатқан осы жапон өнімі ісіктің барлық клеткаларын өлтірген, қуыққа жармасқанның бәрін қынап арқылы шығарып жіберген, жаңағы тоқ ішектің ішіне кірген ісікті тоқ ішектің ішіне өлтіріп, тоқ ішектің ішіне тіреліп қалған ғой. Бұл қиналғаны сол тоқ ішектің ішіне тіреліп қалғаннан кейін, енді төбеден ас жегеннен кейін, енді шықпай қалғанда, сөйтіп ішекті жарып, жаңағы неге өтіп кеткен ғой. Қуық жаққа қарап өтіп кеткен. Сонымен бұл қатты қиналған, сол кезде қан кеткен кезде жаңағы әлсіреп гемоглобин бәрі түсіп кетті. Содан жаңа қанында тоқтады. Бұлар ана ішекті жарылғаннан кейін ішекті сыртқа шығарды жаңағы хирургтер. Олардың тірлігі сол болды, енді сыртқа шығарды, өте көмегі үлкен болды олардың да. Сонымен мен ана esa 125 деген анализдер бар осы